Ұзын, құдды бір бітпейтін шексіздіктей болып көрінген түгелдей ақ түсті ортаңғы бөлменің де шетіне жетті. Алмат алдынан есік ашылды. Шағылысқан күн сәулесі көзін ауыртып жіберді, құлағы да шуылдап кетті. Бір кезде қайдан екені белгісіз, бірақ бір дауыс естілді. Өмірді таза парақтан баста, жаңадан баста деп Алматты бір тылсым күш итеріп жіберді. Сол сәтте Алматтың жаны қайта денесіне қонғандай болды. Сол сәтте Алмат фани дүниеге қайта оралғанын сезді. Сезім мүшелері де Алматтың миына бұрынғы кездегі сезімдерден хабар беріп жатты. Алмат барынша көзін ашуға тырысты. Бірақ мидан сигнал келгенмен көз бағынғысы келмеді. Бірте-бірте құлағы да осы дүниенің әңгімелерін ести бастады. Басында еш түсінсіз болып естіліп жатқан дыбыстардың арасынан Алмат өзінің сүйген жары қарлығаштың даусына құлағы елең ете қалды. Бұл қарлығаштың даусы екеніне толықтай сенімді еді. Алмат іштей қатты қуанды. Көзін ашып орнынан тұрып қарлығашты қуантқысы келді. Қарлығашты құшақтап өмірге қайта келгенін айтқысы келіп, Алмат әрең дегенде көзін ашты. Көзін ашса, Алмат жатқан палатада ешкім жоқ екен. Кереуеттің жан-жағы толған медициналық аппараттар Алматтың денесіне жалғанғандығын байқады. Кіреберіске қараған есік ашық тұр екен. Қарлығаштың даусы сол жақтан естіліп жатты. Қарлығаш жай дауыспен сөйлеп тұрса да, даусы өте анық естілді. Соған қарағанда жақын жерде тұрғаны ғой. Мен қашан мүлікті өз атыма жазаламын, деді Қарлығаш. Ал Алмат болса, Қарлығаштың кіммен және не туралы сөйлесіп тұрғанын түсіне алмай әлек. Ол енді адам болмайды, көрініп тұр ғой. Мүлікті жазбасақ та, былай басқаша жасап дегендей деп Қарлығаш әңгімесін жалғастырды. Сосын барып Алмат Қарлығаштың не туралы және кім туралы айтып жатқанын түсінді. Қарлығаш Алмат туралы айтып жатыр еді. Алматтың мүлігіне ие болу туралы, Алматтың толықтай емделмейтіндігі туралы айтып жатқанын жақсы түсінді. Алматтың тамағына өксік келіп тірелді. Жұтмайын десе аузы кеуіп қалған. Жан-жағына қараса су жоқ екен. Тіпті болған күнде де Алматтың суды тұрып ішуге жағдайы жоқ болатын. Көмекке шақырайын десе, ешқандай батырмада көзге түспеді. Ал сен қашан маған қарай келесің? Деп Қарлығаш көңілді дауыспен сөзін жалғастырды. Мен сені қатты сағындым. Енді екеуміз Алмат келіп қалады деп қорықпай ақ кездесе аламыз. Деген сөздерін Алмат анық естіді. Сол сәтте Алмат өзінің өмірге оралғанын ешкімге білдіртпеуге шешім қабылдады. Бір кезде ортаңғы бөлмеде адамдардың жүрісінің дауыстары естілді. Келе жатқан жалғыз адам емес еді. Бір кезде сол келе жатқан адамдарды Қарлығаш тоқтатып, дәрігер, өтініш айтыңызшы, ол енді қашанға осылай қиналып жата береді, деді Қарлығаш. Жақсыға сеніңіз деп қаталдау дауыспен жас дәрігер жауап қатты. Сонымен қатар, бұл жерде тұра бермеңіз, Алматта қандай да бір өзгеріс болып жатса, сізге міндетті түрде хабар береміз. Жақсы, тек бірден хабар беріңіздер деп Қарлығаштың кетіп бара жатқаны естілді. Жас дәрігер ханым Алмат жатқан палатаға кіріп, Алматтың жанына келді. Алматтың түріне бір қарап, бас жағында ілулі тұрған аппараттағы батырмаларды баса бастады. Бұл қыз мына жігітті тірілей көміп тастауға дайын жүр ғой, тіпті. Ерегескенде сен тірі қаласың, және өмір сүретін боласың, деп дәрігер мұрынның астында сөйлеп жүрді. Алматты оған жауап қатпақ болып еді. Онымен оның тілі таңдайына жабысып қалыпты, бір сөзде айта алмай тек дыбыс шығарып көзін ашты. Бұны көрген жас дәрігер ханымның езуіне күлкі үймелеп, қуаныштан көздері бал-бұл жайнап кетті. Жарайсыз, сіз өзіңіздің мықты екеніңізді дәлелдедіңіз, деді де дәрігер ханым шығып кетті. Бір кезде сол дәрігер бір топ жұмыстастармен келіп Алматты қарай бастады. Қан алды, әртүрлі тексерістер жүргізіп, бір аппаратты шешіп, бір аппаратты тағып, өзара бір-бірімен ақылдасып Алматтың жан-жағында ұзақ жүрді. Бір кезде барлық дәрігер шығып кетті. Тек қана бір медбике ғана қалды. Сол медбике Алматтың ерніне сулы мақтаны қойды. Алмат жайлап ернін қимылдата бастады. Ернін қимылдатуы арқылы Алматы мақтаны сығып, аузына су тамызғысы келді. Сізге қазір су ішуге болмайды, сол себепті тек осылай ғана, деп медбике Алматқа қарады. Сіз жарадыңыз, мықты екенсіз.
Шамалы шыдай тұрыңыз енді. Дәрігерді шақырыңыз, деді Алмат әрең дегенде бойындағы бар күш-жігерін жинап. Медбике бірден палатадан шықты, тез арада қасына дәрігерді ертіп қайта палатаға келді. Дәрігер Алматқа қарады. Алмат, әйеліме ештеңе хабарламаңыздар, деді Алмат. Бұл үшсүй сөйлемді Алмат әрең дегенде аузынан шығарды. Әрбір сөзді аузынан шығарған сайын Алматтың тұла бойы ауырып жатты. Қарлығаш ештеңе білмеуі тиіс, деп тағы қосты Алмат. Мен ақшасын төлеймін, өтінем дей бергенде дәрігер: жақсы, ешкімге, деп Алматты тыныштандырды. Сіз көп сөйлемеңіз, әлсіреп қаласыз, сізге қазір күш жинау керек, деп медбике мен дәрігер палатадан шықты. Шығып кетіп бара жатқанда екеуі сөйлесіп бара жатты. Аурухананың іші тып-тыныш болғандықтан екеуінің дауысы Алматқа анық естілді. Мен мұндай әйелдерді аурухананың маңына да жолатпас едім. Бар арманы жесір боп қалғанын есту болып жүр. Тезірек марқұм болған жолдасының мүлкіне ие болуды арман етіп жүргенін анық көрініп тұр. Мен болсам күні-түні сауығып кетуін тілейтін едім, деді дәрігер медбикеге қарап. Шамалы уақыттан кейін медбике келіп, күре тамыры арқылы дәрі тамызғыны қойып кетті. Ал Алмат болса ойымен алысып әлек. Қалайша Қарлығаш басқа біреумен көңіл жарастырып жүр деген сұрақтың жауабын таба алмай қиналды. Себебі Алмат бойдақ кезінен бастап өте еңбекқор болатын. Әрдайым еңбек етіп, ақшасын оңды-солды шашпай, бар тапқанын депозитке салды. Сөйтіп жүріп өз тойын өзі жасап, үйі мен көлігін де алып, бизнесін дөңгелетіп әкетті. Қарлығашқа еш ауыртпашылық білдіртпеді. Қаржы жағынан да ешқашан Қарлығаш қиналған емес. Алмат әрдайым қомақты қаражатты есеп шотына аударып қоятын. Ойымен алысып, ашуға дулығып, Алмат таңды да аттырды. Осылайша бірер күн өтті. Алмат ашуын ақылмен жеңіп, Қарлығашты мүлдем ұмытуға тырысты. Тіпті ол туралы ойламайтында болды. Жағдайыңыз қалай? Өзіңізді қалай сезініп жатырсыз? Деген сыпайы дауыспен дәрігер палатаға кірді. Алмат бірінші күнмен салыстырғанда едәуір жақсы болатын. Алматты дәрігерді жылы шыраймен қарсы алды. Дәрігер: бірінші Алла, сосын сіздің арқаңызда жағдайым жақсы. Сіз менің аяққа тұрып кетуімді, толықтай сауығып кетуімді тілеген адамсыз. Сіздің ниетіңіз бе, тілегіңіз қабыл болды, деді Алмат дәрігерде ұялып көзін төмен қаратты. Дәрігердің аты Райхан болатын. Дәрігер Алматты толық тексеріп болып, Алматтың жанына жайғасты. Алмат мырза, түсініңіз, енді біз сіздің сауыққаныңызды жұбайыңыздан жасырып жүре алмаймыз. Сіздің ертең басқа палатаға ауыстырады. Ал бірер күннен кейін тіпті үйге шығады. Алмат басын шайқап: жақсы, дәрігер, айта беріңіз, деп келісті. Мен негізі әлі де айқай-шуға дайын емеспін, сонымен қатар ондайды жаным сүймейді. Бірақ амал жоқ, онымен бір рет бетпе-бет кездесуім керек боп тұр. Түсінесіз бе? Мен оянған күні бірден Қарлығаштың әңгімесін естідім, деп Алмат әңгімесін жалғастырғысы келіп еді. Онымен тамағына бір нәрсе тұрып қалғандай. Соны байқаған дәрігер де: түсінемін, әрине сіздің ренжитін орныңыз. Мен де болсам сіз сияқты қатты ашуланар едім, деп Алматқа басу айтты. Жарар, өткені өтті. Ажырасамын енді, деп Алмат кесіп айтты. Қарлығаш болса үйде рахаттана өмір сүріп жатты. Ауруханадан сіздің жолдасыңыз бақилық болды, қайғыңызға ортақпыз деген хабар күтіп, өзін бай еркектің барлық мұрасына ие болған жесір әйел рөлінде сезініп жатты. Бір кезде ауруханадан қоңырау түсіп, оны ауруханаға шақырды. Қарлығаш бар жақсысын киіп ауруханаға барды. Ауруханаға кіре сала Алматтың бұрын жатқан жан сақтау бөліміне беттеді. Кіре сала медбикелерді сұрақпен жаудырды. Алмат мырзаның жағдайы қалай? Қашанға дейін ол соған қиналып жататын болады? Алмат мырзаны бүгін жан сақтау бөлімінен алып кетті, деді бір медбике. Қарлығаш қуанып кеткен түрін барынша жасырып, қайғырға түр жасап, бұрылып ауруханадан шығып кетті. Шыққан бойда ішкі сезімі бетіне шығып, қуанып біреуге телефон соқты. Мәз болып сөйлесіп жатты. Бұның бәрін жоғарыдан Алмат көріп тұрған еді. Алмат жүгіріп дәрігерге келді. Мен бүгін ауруханадан шығуым керек, өтініш мені жіберіңізші. Мен қайтып келемін.
Тек бір шаруамды бітіріп келсем болды. Жоқ, сізді жібере алмаймыз. Сіз кеше ғана жан сақтау бөлімінен шықтыңыз. Өтініш, мені түсініңізші, мен барып бір шаруамды бітіріп қайтып келемін. Жібермеңіз, бәрібір қашып кетемін. Өтінемін, қолхат жазып кетейінші деп Алмат қажетті құжаттарға қол қойып, ауруханадан шығып кетті. Ауруханадан шыққан бойда такси ұстап мініп алды. Ол тіке үйіне барды. Үйіне келсе, бір бейтаныс жігітті көрді. Ол жігіт өз үйінде жүргендей бір іш киіммен тайрандап жүрді. Мына диванды былай қою керек, ал мынаны мүлде алып тастау керек деп бейтаныс жігіт үйде өз билігін жүргізіп жатты. Мен сізге кедергі келтірген жоқпын ба? Деп Алмат кіріп келді. Алмат, деп Қарлығаш орнынан атып тұрды. Құтты бір елесті көргендей. Сіздерге 5 минут қана уақыт беремін, тез қана заттарыңды жинап, бұл үйден кетіңдер. Алмат, мен сені өлді деп ойладым ғой, мен қатты қиналдым. Содан бірден менің орныма адам тауып алдың ба? Қарлығаш, енді бір ауыз сөзде айтпа. Кет, тезірек кет. Және ажырасқаннан кейін менен бірдеме талап етем деп ойлаушы болса, керісінше өзің маған қарыз болып қаласың, деді Алмат ашуға булығып. Сол кезде Алматтың ойына дәрігердің сөздері есіне түсіп кетті. Алмат, сіз ерегескенде сауығып кетесіз деген. Әрбір дәрігер өзінің науқасының сауығып кететінен Райхан дәрігер сияқты сенсе ғой. Оның сені қаншалықты күш беретінін білсе, барлық дәрігер солай айтар еді. Райхан сияқты мықты дәрігер болмағанда Қарлығаш дәрігерді сатып алып, Алматты баяғыда ақ-о дүниелік қылар еді. 5 минут уақыт өтті, Қарлығаш әлі де аузын жабар емес. Алмат күзет қызметін шақырды. Олар ештеңеге қарамастан, Қарлығаш пен оның көңілдесін пәтерден қуып шықты. Қарлығаш есіктен шығып кеткенше сөйлеп жатты. Алайда Алматқа оның сөздері еш әсер етпеді. Керісінше, осындай адаммен өмір бойы бірге болғысы келгеніне, одан бала сүюді армандаған үшін өзіне ренжіді. Осыншама жасқа келіп, адамды тани алмағанына өзінен алды. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында деген осы болар. Қаншама жыл бірге тұрып, Алмат Қарлығаштың ішінде не жатқанын білмеген екен. Алмат мамандарды шақырып, барлық құлыптарды ауыстыртқызды. Күзетшіге ешкімді кіргізбеуін қалаң талап етті. Өзі болса уәде еткендей ауруханаға қайта оралды. Ауруханаға келіп өткен күнді еш ойламауға тырысты. Бір ғана жағдай Алматтың өмірін түбегейлі өзгертіп жіберді. Ауруханада Алмат 3 апта жатты. Арасында Райхан дәрігер келіп қал жағдайын сұрап тұрды. Кейде Алмат Райханды төмендегі асханаға шақырды. Екеуі 3 апта бойы кез келген тақырыпта әңгімелесіп, қалжыңдасып, уақытты жақсы өткізді. 3 аптадан соң Алматты ауруханадан шығарды. Ауруханадан шыққан бойда Алмат некесін бұзу мәселесімен айналысты. Алмат өзі ойлағандай тыныш өтпеді. Қарлығаш некеде болған кезде алған барлық мүлікті бөлуді сұрады. Ешқашан жұмыс жасамаған, бала да туып бермеген. Тек күні бойы Алматтың ақшасына мейрамханалардан ас ішіп, дүкен аралаумен ғана айналысқан. Қарлығаш некеде болған кезде алынған мүліктен басқа алынған үлкен сомадағы несиенің де бар екенінен хабарда жоқ болатын. Содан сот, егер мүлікті бөлетін болсақ, несиені де бөлетінін айтты. Бұны естіп Қарлығаш шошып кетті. Содан үзіліске шыққан кезде Алматтың қорғаушысы Қарлығашқа келіп, егер мүліктен бас тартсаң, несие бөлінбейді деп ескертіп кетті. Содан Қарлығаш барлық мүліктен де, несиеден де бас тартты. Осылайша олардың жолдары екіге айырылды. Бірер күннен кейін Алмат өзінің Райханды сағынғанын сезді. Райханмен сөйлескен, күлген кездерін сағынып қалғанын өз-өзіне мойындады. Сол сәтте ол өзінің Райханға алғысын білдірмегендігін есіне алды. Осылайша Алмат гүл сататын дүкеннен әдемі үлкен раушан гүлдерден жиналған букетті сатып алып, ауруханаға беттеді. Алайда ауруханаға барса, медбике Райхан дәрігердің күрделі отаға кіріп кеткенін айтты. Алмат орындыққа отырып Райханды күтті. Бір кезде ота бөлімінен Райхан шықты. Түрі шаршаңқы, көздері жасқа толы. Алмат Райханның түрін көріп шошып кетті. Атып тұрып Райханның қолын ұстап, не болды? Түрін өзгеріп кетіпті ғой. Күрделі ота болды. Адам қайтыс болды ма? Жоқ, тірі қалды.
Қаншама сағат жаным иненің ұшында тұрды, қаншама уайым бір сәтте басылған кезде көзіме еріксіз жас келді, деді Райхан. Мына гүлдер маған ба? Иә, сізге, яғни саған. Тіпті қызбен сөйлесуді де ұмытып қалыппын ғой. Мен сізді, яғни сені кездесуге шақырайын деп едім. Жақсы, менің жұмыс уақытым қазір 30 минуттан соң бітеді. Күрделі отадан кейін жүгіріп демалып қайған маған да, сізге де, яғни саған да пайдалы болары анық. Деп Райхан Алматқа күле қарады. Соңы